Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы жеңіл греческий салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: оливки, яғни маслины без косточек, сыр фетакса, лимон, светофор болгар бұрышы, қызыл пияз, қызанақ, тұз, орегано дәмдеуші, қара бұрыш, қияр және зәйтүн майы қажет. Көкөністердің барлығын алдын ала жуып аламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қиярларымызды орташа көлемде тураймыз. Қаласаңыздар сәл ірі қылып турасаңыздар да болады. Барлығын турап болған соң ыдысымызға салатын боламыз. Қажетті заттардың барлығын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Қызанақтарымыздың артық жерлерін алып тастаймыз. Негізі черри қызанағын алсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Ортасынан екіге бөліп салаттарыңызға қоса саласыздар. Немесе дәл мен сияқты осылай турасаңыздар да болады. Қызанақтарымызды да бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Енді туралған қызанақтарымызды қиярымыздың үстіне салып қоямыз. Енді қызыл пиязымыздың жартысын алып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жіңішкелеп турайтын боламыз. Егер жоқ болса, ақ пияз қоса берсеңіздер болады. Осылай туралған пиязымызды салатымыздың үстіне саламыз. Түрлі түсті болгар бұрышының, яғни светофор болгар бұрышының сары түсін таңдадым. Қызыл мен жасылдың қасында сары түсті болгар бұрышы өте әдемі көрінеді арасында. Сондықтан осы сары түсін таңдадым. Қалауларыңызша басқа түстерін қоса берсеңіздер де болады. Енді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзыншалап кесіп аламыз. Оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қалауларыңызша ірі қылып немесе соломка қылып турасаңыздар да болады. Мен осылай турадым. Салаттың арасында әдемі көрінеді. Ыдысымызға саламыз. Барлығын жақсылап, езбей, ақырындап араластырамыз. Пияздарымыздың арасын сәл қасықпен ашып жіберетін боламыз. Каналыма келген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналым пайдалы, алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын. Енді сырымызды ашамыз. Осылай біз фетакса сырын алдық. Осылай төртбұрышты көлемде турайтын боламыз. Орташа көлемде төртбұрыштап тураймыз. Қалауларыңызша үшбұрыштап сәл жіңішкелеп турасаңыздар да болады. Сырымызды турап болған соң бөлек ыдысқа саламыз. Енді ыдысымызға дәмдеуіштерімізді саламыз. Оның үстінен зәйтүн майын қосамыз, яғни оливковый масло қосамыз. Оның үстінен бір ас қасықтай лимон шырынын осылай сығып қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің тұздығымыз дайын болды міне. Алдын ала араластырып қойған көкөністеріміздің барлығын әдемі тарелкаларымызға салатын боламыз. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай екі тарелкаға бөліп салып аламыз. Салатымыздың үстінен сырымызды, яғни ірімшігімізді осылай екі тарелканың үстінен бөліп салып шығатын боламыз. Міне сырымызды қойып болдық. Енді оның үстінен оливкимізді дәл солай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын салып дайындап болдық. Енді үстінен тұздығымызды, яғни жаңа дайындаған соусымызды осылай қасықпен құйып шығатын боламыз. Міне осымен біздің греческий салатымыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, пайдалы, жеңіл, дәмді салатымыз дайын. Дастархандарыңыздың көркін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.